Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, сәлеметсіздер ме? Өзіңізді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жамбыл облысы Талас ауданы Қасқабұлақ ауылдық округінің бас маманы Юсупов Искандер Владимирович. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Талас ауданы Қасқабұлақ ауылдық округі әкім аппараты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шығарылған эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық басқару бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың да материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізді. Қоғамға ақпарат Магнолия облыстық газетіне және Тараз 24 телеарнасына берілген хабарландырулар арқылы жеткізілді. Сондай-ақ хабарландыруға тоқталарында және Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурстарына орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Енді сөз Тілеубаев Әділет мырзаға қоғамдық тыңдаулар материалдары бойынша баяндама жасау үшін беріледі. Саламатсыздар ма? Қасқабұлақ ауылдық округінің Қасқабұлақ ауылының тұрғындары. Біздің бүгінгі жиналысқа қатысып отқан мақсатымыз сіздердің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының экологиялық рұқсаты былтыр аяқталды. Соған байланысты біз 26 жылдан 35 жылға 10 жылға рұқсатты алып беруге құжаттамалар дайындадық. Соны таныстыру бойынша келіп отырмыз. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Жамбыл облысы Талас ауданы Қасқабұлақ ауылы, Қасқабұлақ ауылдық округі аумағында орналасқан. Полигонның жалпы ауданы 3 гектарды құрайды. Жобаға сәйкес қызмет көрсетілетін Қасқабұлақ халық саны 1132 адам деп берілген. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонның солтүстік батысында 1090 метр қашықтықта Қасқабұлақ ауылы орналасқан. Полигонның солтүстік шығыс жағынан Тараз-Жаңатас бағытындағы автомобиль тас жол өтеді. Полигонның орналасуы санитарлық экологиялық талаптарға сәйкес келіп, тұрғын аймақтардан қауіпсіз ара қашықтықта орналасқан. Аумақты шаруашылықта пайдаланудың негізгі бағыты қатты тұрмыстық қалдықтарды жинақтау, оқшаулау және залалсыздандыру болып табылады. Полигон қызметі атмосфералық ауаның, топырақтың, жер үсті және жер асты сулардың ластануын болдырмауға, сондай-ақ кеміргештердің, жәндіктердің және ауру тудыратын микроағзалардың таралуының алдын алуға бағытталған. Полигонда қоқыс тасымалдайтын автокөліктердің үздіксіз түсірілуі қамтамасыз етіледі. Полигонға келіп түскен қоқыс тасымалдаушы көліктер жұмыс картасының жанында түсіріледі. Қоқыс түсіру алаңы 2 бөлікке бөлінеді. Bir бөлігінде қоқыс тасымалдайтын көліктер жұмыс істесе, екінші бөлігінде бульдозерлер тығыздау жұмыстарын атқарады. Түсіру алаңындағы көліктердің орналасуы әрбір көліктің кедергісіз кіріп шығуын қамтамасыз етеді. Жобаға сәйкес кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағы 1000 метр болып есептеледі және ол жерде көгалдандыру шаралары қарастырылған. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонда барлығы 5 атмосфераны ластаушы көздері бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 4-еуі ұйымдастырылмаған көздері. Ластаушы заттардың шығарындылары 12 зиянды заттан тұрады. Нормативтік шартты шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар көлемі жылына 4,16 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 1,27 тонна, газ тәрізді және сұйық заттары 2,88 тоннаны құрайды. Бізде 2026 жылдан бастап 2035 жылға нормативтер есептелген. Одан кейін қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленген. Бізге полигонда түсірілетін қалдықтардың түрлері ол қатты тұрмыстық қалдықтар мен күл қалдықтар болып есептеледі. Барлығы жылына 451,12 тоннаны құрайды көлемі. Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспары қоршаған ортаға әсер ету мониторингін 90 сайын тұрақты жүргізіп отырады. Көшеттер отырғызу және күтіп баптау арқылы аумақты абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жүріп тұрады. Жабдықтар мен көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар жағармайдың төгілуіне жол берілмейді.
экологиялық ағарту және насихаттау жұмыстары жүргізіледі. Табиғатты қорғау акциялары, жарыстары және сенбіліктері болып отырады. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса қойсаңыздар болады полигон бойынша. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, бәрі түсінікті. Рахмет. Бір рахмет. Қол қойыңыз. Қол қойыңыз. Қатысушылар.